Қайырлы күн балалар. Бүгін бізде математика сабағы 2-ші сынып, 2-ші бөлім, 73-ші сабақ. Жиынды элементтерінің саны бірдей бөліктерге және тең бөліктерге бөліктеу, бөлу. Яғни балалар, бүгін сендер математика сабағында бөлу амалымен танысасыңдар. Бірінші есептің бірінші нұсқасы. 6 шаршыны 3 оқушыға теңдей етіп үлестір. Төмендегі нұсқаулық бойынша орында. Алдымен 3 оқушыға бір шаршыдан бер. Қалған шаршыларды да әр оқушыға осылайша үлестір. Әрбір оқушы неше шаршыдан алды? Бірден 3 оқушыға беріп шығамыз. Бірінші сары шаршыны бірінші балаға береміз. Екінші күлгін шаршыны екінші оқушыға береміз. Көк шаршыны үшінші оқушыға береміз. Дәл осылай қалған 3 шаршыны да береміз. Яғни қызғылт шаршыны бірінші оқушыға, жасыл шаршыны екінші оқушыға, қызыл шаршыны үшінші оқушыға. Яғни бізде жалпы 6 шаршы болса, ең әуелі 3 шаршыны 3 балаға бердік. Алдыдан 3-ті азайтамыз. Енді қалған 3 шаршыны да 3 балаға теңдей бөліп бердік. Оны да азайтамыз 3 деп. Сонда бізде 0 болады. Сонда әр оқушыда бізде 2 шаршыдан келеді екен. Енді екінші нұсқасы. 6 шаршыны 3-3-тен оқушыларға үлестір дейді. Енді бұл жерде бізде оқушы саны белгісіз. Әр оқушыға 3 шаршыдан үлестір дейді. Неше оқушы шаршы алды? Бізде 6 шаршы екені белгілі. Енді 3-3-тен бер дейді. 3 шаршыны бір оқушыға берсек, қалған 3 шаршыны екінші оқушыға берсек, сонда бізде неше оқушы алады екен? 2 оқушы 3 шаршыдан алады екен. Осы 2 жағдайда да сен бірдей амалды орындадың. Яғни 6-дан 3-ті 2 рет азайттың. Бұл амалды мына түрде ықшамдап жазуға болады. 6 бөлу 3 тең 2. Сен бөлу деп аталатын амалды орындадың. Берілген анықтаманы оқып есте сақтаймыз. Яғни қос нүкте сияқты берілген бізде таңба, ол бөлу амалының таңбасы деп аталады. 6 бөлу 3 тең 2 теңдігін былай оқиды. 6 санында 3-тен 2 рет бар. Немесе 6-ны 3-ке бөлсе 2 шығады. Немесе 6-ны 3 есе кемітсе 2 шығады деп оқуға болады. Екінші есеп. Кесінділерді сызып, есептерді шығар. Есептердің шешуін салыстыр. А нұсқасы. Ұзындығы 10 см кесінді 2 тең бөлікке бөлінген. Кесіндінің бір бөлігінің ұзындығы неге тең? Енді біз кесінді сызамыз 10 см. Яғни 10 см кесінді сызылды. Оны ортасынан 2 бөлікке бөлеміз. Сонда бірінші бөліктің ұзындығы бізде белгісіз, және екінші бөліктің ұзындығы белгісіз. Оны табу үшін 10 сантиметрді бөлеміз 2-ге. Сонда 5 сантиметр шығады. Сонда бірінші бөліктің ұзындығы 5 сантиметр, екінші бөліктің ұзындығы 5 сантиметр болады. Ә нұсқасы. Ұзындығы 10 см кесінді бірнеше бөлікке бөлінген. Әр бөлігінің ұзындығы 2 см-ге тең. Кесінді неше бөлікке бөлінген. Яғни кесінді неше бөлікке бөлінгенін табу үшін 10 см кесіндіні бөлеміз. Яғни әр бөлінген бөлік 2 см деп тұр. Бөлеміз 2 см-ге. Сонда бізде 5 шығады. Жауабы кесінді 5 бөлікке бөлінген екен. Әр қайсы 2 см-ден. Үшінші есеп. Кесте тігетін жіптерді 4 қызға 2-ден теңдей бөліп беру үшін неше жіп керек? 4 қызды сызып алсақ та болады, немесе бірден есепті шығарсақ та болады. Сендерге түсінікті болу үшін бірінші 4 қызды сызып алайын. 4 қыздың суретін салдым, оған әр қайсына 2-ден 2 жіптен беріп шықтым. Енді осы 2-ні 4 рет қосамыз. Сонда бізде 8 шығады. Осы қосу амалын көбейту амалымен алмастырсақ болады. 4 қызды көбейтеміз 2 жіпке. Сонда бізде 8 жіп шығады. Жауабы 4 қызға 8 жіп керек. Төртінші есеп. Санағыш таяқшаларын пайдаланып, бөлу амалының дұрыстығын тексер. 12 бөлу 3 тең 4. Енді біз 12 таяқшаны сызып аламыз. Яғни көк қаламмен мен 12 таяқша сызып шықтым. Енді осыны әр адамға 3-3 таяқшадан бөліп беруім керек. Бір адамға 3 таяқша, екінші адамға 3 таяқша, үшінші адамға 3 таяқша, төртінші адамға 3 таяқшадан бердім. Яғни біз таяқшаларды 3-3-тен 4 адамға бөліп бердік. Есептің дұрыстығын осылай тексеруге болады.
Бесінші есеп. Шаңғы жарысында мәреге шаңғышылардың бірі 11 сағат 10 минутта, ал екіншісі одан 13 минутқа ерте келді. Екінші шаңғышы мәреге қай уақытта келді? Ол үшін 11 сағат 10 минуттан 13 минутта азайтамыз. 10 минуттан 13 минут азайтылмағандықтан 1 сағатты біз минутқа айналдырамыз. Яғни 1 сағатта 60 минут бар, оған 10 минутты қосқанда 70 минут болады. Сонда 10 сағат 70 минут азайту 13 минут деп аламыз. Сонда бізде 10 сағат 70 минуттан 13-ті азайтқанда 57 минут болады. Жауабы екінші шаңғышы мәреге 10 сағат 57 минутта келді. 6-шы есеп. Әр есепке өрнек құр, олардың мәнін тап. А нұсқасы. 20 спортшы 4 қатарға тең бөлініп тұрды. Әр қатарға неше спортшыдан тұрды? 20-ны 4-ке бөлеміз, бізде 5 шығады. Жауабы әр қатарға 5 спортшыдан тұрды. Ә нұсқасы. 20 спортшы әр қатарға 4-еуден тұрды. Спортшылар неше қатарға тұрды? 20-ны 4-ке бөлеміз, 5 шығады. Жауабы спортшылар 4 қатарға тұрды. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Аяғына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сабақ түсінікті болса, досыңа жіберуді ұмытпа. Сау болыңдар.